Қыздар, бәріне сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай меренговый торттың жасалу жолын көрсететін боламын. Жалпы осы мен сіздерге көрсететін рецепт бойынша тура осындай торттан үшеу жасауға болады. Рецептердің граммдарын барлығын астына жаза кетемін. Видео рецепті соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Қыздар, меренговый тортымыздың коржын жасау үшін бізге жұмыртқаның ақуызы, қант, крахмал және лимонная кислота қажет болады. Алдыменен жұмыртқаның ағына мен кішкене ғана тұз септім. Осылай кішкене айналдырып бастаймыз баяу жылдамдықта, және үстіне кішкене ғана лимонная кислота сеуіп жүремін. Осы видеода көрсеткендей шамада. Миксердің жылдамдығын кішкене қосамыз және кішкене күтеміз. Ақуыз бізде кішкене көпіргеннен кейін барып қантты қосып бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде масса көпірді. Осылай көпіргеннен кейін қантты біртіндеп үстінен сеуіп отырамыз. Барлығын бірден қосып жібермейміз. Азғантай бөлшектеп қосамыз. Және бізде миксердің ең үлкен жылдамдығында айналу қажет. Егер де сіздерде қол миксер болса, қол миксермен де жасауға болады. Қантты қосып болғаннан кейін тағы 2-3 минут араластырамыз. Одан кейін біз лопаткамен алып тексеріп көреміз. Ішіндегі құрамында қант бізде толықтай араласып кетті ме, осылай саусақтың көмегімен тексереміз. Егер де араласып кеткен болса, үстінен крахмалды салып, тағы да 2-3 минут араластырамыз. Крахмалды қосып болғаннан кейін мен ровно 3 минут тоқтамай үлкен жылдамдықта араластырдым. Сонда бізде осындай қою болып шығады. Ағып тұрмау қажет. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай лопаткадан түспей тұр масса. Тура сондай болу қажет. Одан кейін барып біз противеннің астына пергамент төсейміз. Пергамент менде поклан. Противенге осылай барлық массаны салып, шпательдің көмегімен жақсылап тегістеп шығамыз. Енді біздің тортымыздың коржын шамаменен 130-135 градуста қызып тұрған печкаға 25-30 минутқа жібереміз. Сонша уақытта пісіп шығады. Қыздар, енді біздің коржымыз піскенге дейін біз кремін дайындай берейік. Ол үшін бізге сливки 33%, шоколад және фисташка оны қажет болады. Менде сливки 33% ысытып алып келдім, яғни қайнаған сливки. Соның үстіне шоколад салғаннан кейін бізде шоколад тез ери бастайды. Яғни біздің мақсатымыз сливки мен шоколадты бірге араластырып жіберу. Екеуі толықтай араласып кеткеннен кейін үстінен фисташка ұнын қосатын боламыз. Шоколад пен сливки бізде араласып кетті толықтай. Енді үстінен фисташка ұнын қосып араластырып жібереміз. Фисташка оны толықтай араласып кеткеннен кейін мен қазір басқа ыдысқа құямын. Солай бетін пищевой пленкамен орап, біз холодильникке кемінде 4-5 сағатқа жібереміз. Яғни мына массамыз қазір бізде сұйық болып тұр, бұл бізде кішкене қоюлану қажет. Сол үшін холодильникке жібереміз. 4-5 сағаттан кейін, қоюланғаннан кейін холодильниктен алып шығып блендерлейтін боламыз. Оны қазір келесі кезекте көрсетемін. Біздің коржымыз осылай пісіп шықты. Енді бұл суып қалмай жатып, біз осылай өзімізге керекті диаметрде кесіп алуымыз қажет. Өйткені суып қалғаннан кейін бізде қатты болады. Ол кезде кесетін болсақ, біздің корждарымыз жарылып кетуі мүмкін. Мен форманың диаметрін астына жаза кететін болам. Менде жалпы 9 корж шықты. Қыздар, біздің корждарымыз пергаменттен осылай оңай ғана ажырайды. Барлығын ажыратып алып, өзімізге керекті корждардың барлығын алып, бір жерге жинап, бетін жауып қоямыз. Өйткені біздің креміміздің дайындалуына әлі 4-5 сағат бар. Соға дейін бетін жауып қоямыз. Крем дайын болғаннан кейін барып құрастырамыз.
Қыздар, крем бізде холодильникте 4 сағат тұрды. Енді қазір үлкенде ыдысқа ауыстырамын да, үстінен мен қазір сливки құятын болам. 33% сливки, салқын болуы қажет. Және осының барлығын біз бірге миксерлейміз. Тоқтатпастан үлкен жылдамдықта қою болғанға дейін айналдырамыз. Сливки салқын болғаннан кейін бізде масса тез қоюланады. Мен шамамен 5-6 минут араластырдым. Сонда осындай қою крем шығады бізде. Қазір енді осыны кондитерский мешокқа саламын. Мешоктың басында менде насадка, вупипайдың насадкасы. Кремнің барлығын осыған салып алып, біз кішкентай торттарымызды құрастырып тастаймыз. Енді әрмен қарай біздің жұмысымыз өте оңай. Жай ғана біздің дайын болған коржымыздың үстіне кремімізді осылай шар тәрізді етіп айналдыра құйып шығамыз. Егер де сізде крем сұйық болып жатқан байқасаңыз, онда осы кремді жай ғана холодильникке салып алсаңыз болады 20-30 минутқа. Бізде құрамында шоколад болғаннан кейін крем холодильникте тұрған соң тез қоюланады. Енді ортасынан осылай мен малинаны құйдым. Сіздерде кез келген жидектің езбесін алып құйсаңыздар болады. Мен жай ғана замороженный малинаны ерітіп блендерден өткізіп алдым. Мешокқа құйып, осылай кремнің арасына құя саламыз. Енді үстінен келесі коржды қойып, бұның үстінен де тура осы жұмысты қайталаймыз. Яғни кремдерді шар тәрізді етіп құйып, ортасына малинаны құямыз. Қыздар, біздің тортымыз осындай 3 қабаттан тұрады, яғни 3 корж болады. Беткі қабатында да тура ортасындағындай кремді думаландырып құйып шықтым. Ал бетіне малина немесе кез келген жеміс-жидекті сепсеңіздер болады. Мен малина менен фисташканы қойдым бетіне. Енді бізде жалпы осы рецепт бойынша тура осындай кішкентай тортиктен 3 штук шығады. Рецепт соған торланған, яғни крем де тура сол үшеуіне жетерлікте етіп жасалынған. Рецепт ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, астына комментарий қалдырып сұрақтарыңыз болса, және лайк қалдырып кетсеңіздер болады.